Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 52-ші сабақты өтеміз. Бүгінгі сабақта өзіңді тексер сабағы. Бірінші тапсырма дөңгелектердің боялған бөлігін көрсететін бөлшекті жаз. Яғни бұл жерде бірінші суретте бізде 1, 2, 3, 4. Демек 4 бөлікке бөлінген, я? Оны біз бөліміне жазамыз. Енді бізде боялған бөлігін көрсет деп тұр. Боялған бөлігі 1, 2, 3 бөлігі боялып тұр. Соны біз алымына жазамыз. Енді келесінде 1, 2, 3, 4, 5. Демек бұл 5 бөлікке бөлініп тұр, я? Оны біз бөліміне жазамыз. Енді қанша бөлігі боялып тұр? 1, 2, я? 2 бөлігі боялып тұр. Оны алымына жазамыз. Енді келесінде бізде 6 бөлікке бөлінген. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке 2 бөлігі боялған. Сонда 6-дан 2 деп жазамыз. Енді келесі 9 бөлікке бөлінген, оның 3-еуі боялған. Келесінде 10 бөлікке боялған, бөлінген және 6 бөлігі боялған. Келесі 11 бөлікке бөлінген және 8 бөлігі боялған. Оны 11-ден 8 деп жазамыз. Енді келесі тапсырмада фигуралардың суретін дәптерге сал, олардың бөліктерін берілген жазуға сәйкес боя деп тұр. Бірінші бізде осындай 6 бөлікке бөлінген, яғни 6-дан 2, демек 2 бөлігі боялған екен. Алымында 2 тұр, сондықтан 2 бөлігін бояп жазамыз, яғни осы жерге 2 бөлігі боялады. Енді келесінде 9 бөлікке бөлінген, оның 5-еуі боялған екен. Демек 5 бөлігін осылай бояп көрсетеміз. Келесі 3-тен 1 3 бөлікке бөлінген, оның бір ғана бөлігі боялып тұр, е? Сонда бір бөлігін бояймыз, өйткені алымында 1 тұр. Енді келесі тапсырмада есепте 90-ның 10-нан 1 бөлігі, ол бізде қалай табамыз? Бөлімін сол санды бөліміне бөліп алымына көбейтеміз. Сонда 9-ға тең болады. 90-ды 10-ға бөлеміз, 9, 9-ды 1-ге көбейтсек 9. Келесі 40-тың 4-тен 1 бөлігі, яғни қай санның қай бөлігі екенін табу үшін бізде бөлімін бөлеміз және алымына көбейтеміз сол санды. Сонда 4-тен 1 бөлігі осы 40 санымыздың 10 санына тең болады екен. Келесі 8 дегеніміз бұл қай санның 6-дан 1 бөлігі деп тұр. Оны табу үшін біз нақты сол санды табу үшін біз бөліміне көбейтіп алымына бөлеміз. Ал мына жерде бізде осы жерде бізде бөлігін тап деп тұрған еді, я? Енді бізде осы мысалы қай сан екенін тап деп тұр. Осы 48 санын таптық. Міне. Енді келесі 6 бұл қай санның 5-тен 1 бөлігі деп тұр. Ол үшін бөліміне көбейтіп алымына бөлеміз. Сонда 30 санның 5-тен 1 бөлігіне тең екен осы 6 санымыз. Енді келесі нұсқасында санның кубын көбейтіндімен алмастыр. Есепте деп тұр. Демек бұл көбейтіндімен, яғни кубты біз көбейтіндіге алмастырып жазуымыз керек. Бізде 2-нің 3 дәрежесі, яғни 2 санымызды 3 рет көбейтіп жазамыз. Сонда 100 қосу 8, 2-ні 3 рет көбейтсек 8-ге тең, сонда 108-ге тең болады. Енді келесі 80 азайту 3-тің кубы, 3 көбейту 3 көбейту 3, 27-ге тең, 80-нен 27-ні азайтсақ 53-ге тең болады мәні. Енді келесі тапсырма есептің шартын оқы, есепке дұрыс жазба таңдап оны шығар. Таспаның ұзындығы 10 метр, оның 5-тен 1 бөлігі қиып алынды. Неше метр таспа қиып алынды деп тұр. Демек енді бізде 10 метрлік екен, я? Барлығы демек бізде 10 метр деп тұр. Осының 5-тен 1 бөлігі, демек бізде осы 5 бөлікке бөлінген екен 10 метріміз. Енді санап шығайық бірінші суретте. 1, 2, 3, 4. Демек бұл сурет бізге сәйкес келмейді, өйткені бізде 5 бөлікке бөлінді деп тұр. 5-тен 1 бөлігі. Енді келесін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Демек бұл бізде сәйкес келеді. 5 бөлікке осылай бөліп қоямыз. Енді әр қайсысы, яғни мысалы 1 бөлігін табу үшін біз 5-тен 1 деп тұр, осы 1 бөлігін табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз, сонда 2 метр. Демек бізде әр қайсы бөліктеріміз 2 метрге тең екен. Жауабы 2 метр қиып алынды, яғни осы қиып алған бөлігі тек қана осы 1 бөлігі екен. Келесі тапсырма нұсқасында мәтінге сұрақ ойластыр, есеп құрастырып, оны шығар. 3 көйлек тігу үшін 27 метр матаның 3-тен 1 бөлігі қиып алынды. Енді 3 көйлекке қанша мата қиып алынды деп сұрақ қойсақ болады осы жерде. Демек, матаның ұзындығы 27 метр,
үш көйлек бізде 3-тен 1 бөлік, бірақ қанша екені белгісіз болып тұр. Енді осы 3 көйлекке қанша кеткенін табу үшін біз 27-ні бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз, сонда 9 метрге тең болады. Демек жауабы 3 көйлекке 9 метр мата қиып алынды. Енді келесі А нұсқасы есепті санды деректермен толықтырып, оны шығар. 3 көйлек тігу үшін бізде жаңа таптық 9 метр мата. 9 метр мата қажет, 21 метр матадан неше көйлек тігуге болады деп тұр. Енді көйлекті табу керек. Ол үшін біз бір көйлекке кеткен қанша метр кеткен екенін тауып алайық. Сонда 9-ды 3-ке бөлеміз, яғни 9 метрді 3 көйлек санына бөлетін болсақ 3 метр. Демек, әр көйлекке бізге 3 метрден мата кеткен екен. Енді 21 метрге бізде 3 деп таптық, оны біз бір көйлекке 3 метр, сонда 7 көйлек шығады екен. Мына жерде 3 метр. Сонда 7 көйлек, демек жауабы 21 метр матадан 7 көйлек тігуге болады екен. Енді келесі тапсырмада оқушы есеп шығарды. Боялған ұяшық дұрыс толтырылған ба тексер деп тұр. Яғни бізде осы ұяшықты сұрап тұр. Жалпы массасы 5 жәшікте 30 килограмм, жалпы массасы 7 жәшікте белгісіз, бірақ массалары бірдей деп тұр. Енді массасын тауып аламыз, яғни 5 жәшік 30 килограммнан массасын табатын болсақ, жалпы массасын бөлеміз санына, сонда 6 килограммға тең болады. Бұл бізде массалар, екеуінде бірдей деп тұр. Енді екіншісінің жалпы массасын табу үшін массасы мен санын көбейтеміз, сонда 42 килограммға тең болады. Демек бізде мына жерде 42 килограмм дұрыс екен. Келесінде бағалары бірдей, саны 6 дәптер, 8 дәптер, ал құны 54 теңге, 81 теңге. Енді осы 8 дәптер дегенді табуымыз керек. Ол үшін бағасын табамыз, құнын бөлеміз санына, 9 теңгеге тең болады. Енді осы жерден осының 8 дәптер дегеннің санын табамыз. Сонда құнын бөлеміз бағасына, 9-ға тең болды. Демек бізде 81 теңге ол 9 дәптердің құны болады екен. Яғни бұл бізде қате жауап. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық.